Қайырлы күн, құрметті менің оқушыларым. Бүгінгі күні 1 сынып математика 53 сабақ бас қатырғыштар мен ребустарды қарастырамыз. Бүгінгі сабақта бас қатырғыштар мен ребустарды шешуді үйренеміз. Бірінші тапсырмаға назар аударайық. Бақта не өсіріледі? Бақшада ше. Суреттер салынған шаршыларға қара. Не байқадың? Бақта балалар жеміс-жидектер өсіріледі. Ал бақшада огород деп атаймыз ғой, көкөністер өсіріледі. Балалар, бірінші шаршыларда бейнеленген жеміс-жидек көкөністерге назар аударайық. Барлығы бір заңдылық пен ретпен орналасқан. Парағымыздың сол жақ бетінде шаршыларға қарайтын болсақ, апельсин, 3 апельсин, 3 алма, 3 алмұрт орналасқан. Барлығы да рет-ретімен, кезек-кезегімен 3-3-тен орналасқан. Ендігі кезекте екінші шаршыларға назар аударайық. Екінші шаршыларда не орналасқан екен? Қызанақ, қияр және бұрыш. Белгісіз орналасқан затты табуымыз қажет. Назар аударайық. Қиярдан бізде 3, бұрыштан 3 және қызанақтан 2 екен. Мұнда қызанақ қоямыз. Қызанақ жетіспейді. Бәрекелді балалар, бірінші тапсырманың жалғасына назар аударайық. Суреттер қалай орналасқан? Бос шаршыға қай көкөністі қою керек? Көкөністерді атап өтетін болсақ, орамжапырақ, баялды және қызылша бар екен. Ал ендігі кезекпен айтып шығайық. Бізде 3 орамжапырақ бар екен, 3 түрлі орналасқан жерде. Яғни қызылша мен баялды орналасқан жерлерде әр түрлі болу керек. Бірінші орынға біз қызылшаны қоямыз. Себебі ол бірінші жол бірінші қатарда жоқ. Ал екінші орынға баялдыны қоямыз. Осылайша рет-ретімен барлығы орналасты. Қызылша мен баялдының орнын ауыстыра алмаймыз. Түсінікті ме, балалар? Себебі белгілі бір заңдылықпен орналасқан. Екінші тапсырмаға назар аударайық. Топтық жұмыс. Барлық бағыт бойынша сандардың қосындысын тап. Бос орындардағы тиісті сандарды ата. Бағыт бойынша есептеп көрейік. 1 қосу 5 қосу 4 мәні 10-ға тең. 4 қосу 1 қосу 5 мәні 10-ға тең. 5 қосу 4 қосу 1 10-ға тең. Енді тармақ бойынша да есептеп көрейік. 1 қосу 4 қосу 5 10-ға тең. Қай жағынан алып қарасақ та, қай жағынан қоссақ та 10-ға тең. Келесі текшелерді есептеп көрейік. 2 қосу 3 қосу 4 мәні 9-ға тең. Ендігі белгісіз сандарды табу керек. 4 қосу 2 6-ға тең. 9 болу үшін 3-ті қосамыз. 3 қосу 4 7-ге тең. 9 мәні шығу үшін 2-ні қосамыз. Барлық жағынан да 9 мәні шығады. Келесі бағыттарды қарастырайық. 2 қосу 3 қосу 1 мәні 6-ға тең. Келесі жолақты табу үшін 2-ге 1-ді қосамыз. 3-ге тең. 6 саны шығу үшін 3 санын қосамыз. Келесі жолақты табу үшін 1 саны мен 3 санын қосамыз. 3-ге тең. 6 саны шығу үшін 3 санын қосатын боламыз. Өзің үшін тағы бір қайтара есептесең болады. Келесі 3-ші тапсырмаға назар аударайық. Сен зерттеушісің. Математикалық ребустар қандай сандар жасырылғанын тап. Бізге берілгені асқабақ және кәді. 2 бірдей асқабақ беріліп, мәні 4-ге тең. Яғни бір асқабақ 2 санына тең. Асқабақтың санын таптық. Ендігі асқабақ пен кәдінің қосқандағы бағысы 5 санына тең. 5 саны шығу үшін асқабақ бізде белгілі 2 санына, ал кәді 3 санына тең екен. 2 саны және 3 санын қосқанда мәні 5-ге тең. Кәді бізде 3 санына тең екен. Ал балалар, 4-ші тапсырмаға назар аударайық. Математика күнделікті өмірде көкөністерді себеттерге қалай салуға болады? Бірінші берілген көкөніс қызанақ. Қызанақ бізде 10 кг. Оны 2 себетке бөлгенде 5 кг-нан шығады екен. Екінші себетте бізде 9 кг қияр бар екен. 9 кг қиярды 3 себетке бөлу керек екен. 3-ке бөлген кезде
әрқайсысына 3-3-тен тура келеді. Жарайсыңдар, балалар. Ал балалар, келесі сабаққа дейін сау сәлеметте болыңдар. Сабақ ұнады және түсінікті деп ойлаймын. Келесі жаңа сабаққа дейін кездескенше.